Сәлеметсіздер ме? 12.01.18.9 тобының білімгерлері. Бүгін 8 қаңтар 2020 жыл. Кесте бойынша өтетін пәніміз автокөліктердің электрлік жабдықтау жүйелеріне техникалық қызмет көрсету және автокөліктерге жөндеу жүргізу пәні бойынша зертханалық тәжірибелік жұмыс. Зертханалық тәжірибелік жұмыстың тақырыбы оталдыру жүйесінің негізгі ақаулары және оларды жою. Және осы тәжірибелік жұмыс бойынша сабақ жоспары бірінші оталдыру жүйесінің ақауларын анықтау, оталдыру жүйесінің ақауларын жою. Экранға назар аударамыз. Міне өткен сабақта біз сіздермен оталдыру жүйесінің бөлшектерін өткен болатынбыз. Енді қазір сіздер экранда көріп тұрғандарыңызда міне сығу тактісі болып жатыр. Сығу тактісінде міне оталдыру шамы ұшқын беру керек. Демек, қазір біз оталдыру шамын турасында біраз мәліметтерге ие боламыз. Міне ұшқынның шығып атқан көрініп тұр. Оталдыру шамына талап енді жоғары қойылады. Мысалы, онда екі электрод бар. Біреу орталық электрод, екіншісі жанынан өтетін электрод. Себебі дәл осы жағы оталдыру шамынан ұшқын берілу керек. Енді ұшқын қалай беріледі, оған қойылатын талап қандай? Демек, ортадағы электрод, жанындағы электрод, міне ортасынан жағы ұшқын шығу керек, ол 1 миллиметрден төмен болмау керек. Себебі 1 миллиметрден төмен болса, онда оталдыру болмайды деген сөз. Ал ол 1 миллиметрлік ұшқынды беру үшін бізге жоғары ток кернеу керек болады. 20.000 вольт, 25.000 вольт, 35.000 вольтқа дейін. Ал енді оны біз қайдан аламыз? Бізде бар жоғы аккумуляторымызде 12 вольт бар. 12 вольт қалай 20.000 вольт болып келді деген сұрақ өздігінен туады әрине. Енді 12 вольтты осы жоғары кернеуге бізге айналдырып беру үшін бізде оталдыру жағы орамы бар. Міне оталдыру орамы, оталдыру катушкасы деп те атайды. Сол оталдыру орамынан біз жоғары кернеуді, демек, наконечниктер арқылы оталдыру шамына бере аламыз. Мына жерде көріп тұрғандарыңыз бұл басқару блогы. Басқару блогының қандай жұмыс атқарады, қалай оның жұмыс принципі дегенде қазір сіздер толық танысасыздар. Міне оталдыру орамы, оталдыру орамында жағы цифрларды көріп тұрсыздар. Қазір айтып өтемін. Міне жағы басқару блогынан оталдыру блогына сым келді, міне қосылды. Ал оталдыру жағы орамынан свечаларға міне наконечниктер арқылы жағы ток беріледі, жоғары кернеулі ток. Осы процесс болған кезде міне ол жоғары шекті нүктеде барғанын қалай біледі поршенің дейтін болсақ, міне иіндібіліктің бас жағына датчик қойылады, және ұшына иіндібіліктің міне диск қойылды. Дисктің бір тісі жоқ, ол сынып қалған емес, ол арнайы қойылған. Себебі осы тіс жоқ жер датчикке келген кезде датчик анау басқару блогына жаңағы белгі береді. Поршен жоғары шекті нүктеге келді, сығу процесі болып жатыр деген, болады деген белгіні береді. Сол кезде ол жағы оталдыру орамына команда беру керек. Міне диск айналды, датчиктің тұсына келді. Ал датчик міне жағы сым арқылы басқару блогына жағы белгі берді. Поршен жоғары шекті нүктеге келді деген. Ал бұл басқару блогы жағы оталдыру орамына команда берді. Оталдыру орамы жоғары вольтты, демек, жағы оталдыру шамына жеткізіп берді. Міне осы жерде искра көріп тұрсыздар, жағы ұшқын пайда болды бағана 1 миллиметрлік. Осы процесс бойынша бізде білесіздер енгізу такты, сығу такты, кеңею такты, шығару такты деген жаңа процесстеріміз бар. Осы процесстер бойынша демек оталдыру қозғалтқышымыз оталды деген сөз. Енді кейбір жағы оталдыру орамына байланысты мәліметтер туралы айтып отырмын. Сұрақ белгісін қойды басқару блогында не үшін? Егер
мына датчик жұмыс істемесе, бұл басқару блогы білмейді қандай команда беретінін. Поршень төменде жүрме, ортада жүрме, жоғарыда жүрме. Сондықтан мынау датчик бізде істемей қалатын болса, иіндібілікте орнатылған датчик, біз оны жаңағы эвакуаторға артып, автомобилімізді жаңағы жөндеу станциясына баруымыз керек болады. Ал енді біз екі жаңағы оталдыру жүйесін көріп шығайық. Міне катушкаларын. Мысалы міне блок өзіне өзі істемейді, оған аккумулятордан ток бердік. Ал мынау бізде оталдыру орамы модулі деп аталады. Оталдыру орамы модулі. Оталдыру орамы модулінде көріп тұрсыздар, жаңағы сымның шығатын жерін қазір міне үштерлер бар. Міне 4 үштер. Осы үштердің әрқайсысы санмен белгіленген, себебі санмен белгіленген себебі осы мысалы 4 оталдыру жаңағы шамына клемма бару керек. Әрқайсысы өзінің жаңағы цифрымен, нөмірімен қарап тұрсыздар. Әрқайсысы өзінің цифрымен барып, міне сондықтан жаңылысып қалмау үшін бізде оталдыру орамында нөмірлеп белгілеп қойылған. Ал енді қазіргі заманауи жаңағы автокөліктердің қозғалтқыштарында мындай оталдыру жағы орамы болмай жатыр. Болмағанда оларды алып тастады. Бізге тиімді жағы керек болатын болды әрине. Сондықтан мұның жаңа, мынау жоғары вольт берудің жаңа түрін ойлап табылды. Ол қандай болады? Демек, ол кезде мынау жағы оталдыру шамдарының әрқайсысына жеке-жеке, мынау бағанағы оталдыру орамы болмайды да, әрқайсысының жеке-жеке өзінде бар. Оталдыру орам әрқайсында өзінде бар. Ал мына басқару блогынан бізге тек ток, бағанағы айтқандай ток беріледі да, мына өзінен жеке орамдар бойынша оталып бізге керекті ұшқынды бере алады. Міне мысалы 1, 3, 4, 2 өзінің тәртібі бойынша міне қазір осыны көрсетті. Міне жалпы бүгін зертханалық тәжірибелік жұмыста алатын біліміміздің мағынасы осы болатын. Сіздер жақсылап тағы бір естеріңізге салып, осы айтылғандарды үйдегі конспектілерді оқып, кестелерді толтырып, тесттерді орындап, алған білімдеріңізді жинақтап, кері байланысқа шығыңыздар. Қош, сау болыңыздар.